Іблістің Алла дәргенен қуылу қиссасы. Ібліс әуелде періштелерге ілім үйреткен ұстаз болған екен. Оның есімі Әзәзіл еді. Тәңірі тағала тақтар тақтасынан бір мақұлық малғын болады деп жазыпты. Періштелер бұл жазуды көріп үрейлері ұшты. Бәрі жиылып Әзәзілге келді. Әй Әзәзіл, сенің дұғаң тез қабыл болады. Алла бізді малғының қатарынан қылмасын деп дұға тіле деп жалынды. Әзәзіл, уа Тәңірім, мына періштелерді малғын болудан сақта деп дұға қайырды. Періштелердің біреуі, бізді айтып өзіңді ұмыт қалдырдың дегенде, өзіне өте сенімді Ібліс: мен үшін қам жемеңдер, мен Құдайға қалға жаққан жанмын, дәрежем бірінен жоғары, сондықтан сақтық сендерге жарасады деді. Іблістің дұғасы сол мезетте қабыл болды. Кейін адам жаралып, оған тағзым етерде, Іблісті Құдай ұрды. Дұғаның шарапаты деген періштелер бір апаттан аман қалды. Тәкаппарлық пен астамшылдыққа ұрынған Ібліс сол жерде малғын атанды. Қарғыс қамытын киген соң Ібліс Алладан дат сұрады. Датыңды айт деді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық Аллаға құлдарының еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер деді. Не сұрайсың деді Құдай. Мені дәргейінен қуып адамға баспана бердің. Енді менің баспанам не болады? Монша мен дәретхана сенің мекенің. Дәргейінде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің? Сыпсың сөз, өсек аяң сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің. Менің тамағым қайда? Біреу бисмилласыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын. Адамға сусын етіп қатық айран қымыз қымыран бердің. Менің сусыным не болмақ? Мас қылатын арақ шарап сен үшін. Бұл ас, ақымның жартысы қайтты. Қиямет қайымға дейін адам ұрпағын азғырамын. Маған ерік пен соған жетер ғұмыр керек. Және адамның жүрегінен жай бер дейді. Тілегің болсын деді. Адамды аздыру үшін дүниедегі алтын күміс, жақыт, гауһар, асыл тастарды алғым келеді деді. Ал, оған құлдан алданбайтындар бар. Атақ-даңқ, мансап, шен қосып аламын. Болсын. Бұған да мойын бұрмайтындар бар. Ойын сауық қызық құмар бер, бердім. Тәтті сусын, дәмді тағам және бер. Ал, зәулім сарай, нұрлы жер, рахат көлік, 4 түлік малдың бәрі менікі болсын. Сенікі деді. Ібліс ойланып тұрып, енді осының бәрін шырмап тұратын үзілмейтін арқан бер деді. Сонда Алла тағала әйелдің шырай көркін көрсетіп, мынау бола ма деп сұрады. Ібліс сұлуды көріп, аңтарылып тұрып қалды. Қасы қиылған, еріндері қып-қызыл, ақ бетінің ажары наурыздың ақша қарындай, саусақтары күмістен тартылған сымдай, меруерт маржаннан тізілген тістері мен сыңғырлаған күміс күлкісі Іблістің өзін мас қылды. Ол қолын шапалақтап қарқылдап күлді де: уа Тәңірім, керегімді дәл таптың. Сұлуға сұқтанбайтын еркек болмас. Осыған ризамын деп күліп масайрап, күллі дүниенің мал-мүлкін хас сұлудың қос бұрымына байлап әкете жөнелді. Содан бастап дүниені көзге ілмейтін талай жомарт батырлар сұлу әйел үшін бір-бірімен араз болып ынтымағын бұзған екен.